Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін бізде 1 сәуір, сабақтың тақырыбы терезеде гүл тұр. Сабақтың жаңа сөздері: сынып, класс, су құямын, поливаю, терезе, окно, гүл, цветок. Суретке қара, посмотрите на картинку. Сөздерді қайталайық. Су құяды, терезе, гүл. Сынып сөзіне назар аударайық. Ребята, если к слову сынып добавляется окончание, они начинаются с гласной буквы «ы». И буква «п» меняется на букву «б». Сынып, сыныбы. Менің сыныбым. Сенің сыныбың. Оның сыныбы. Менің сыныбым мой класс, сенің сыныбың твой класс, оның сыныбы его либо ее класс. Мен гүлге су құямын. Я поливаю цветок. Сен гүлге су құясың. Ты поливаешь цветок. Ол гүлге су құяды. Она польет цветы. Либо он поливает цветы. Терезеде гүл тұр. На окне стоит цветок. Тыңда, қайтала, оқы. Бұл менің сыныбым. Это мой класс. Сыныпта 3 терезе бар. В классе есть 3 окна. Терезеде гүл тұр. На окне стоит цветок. Әлібек пен Әнел гүлге су құяды. Әлібек и Әнел поливают цветы. Гүл әдемі, цветок красивый. Балалар, сенің сыныбында не бар? Что есть у тебя в классе? Суретке қарап жауап беруге болады. Посмотрев на картинки, можно ответить на вопросы. Жазылым тапсырмасы, письменное задание. Екінші тапсырма. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып, сөйлемдерді толықтырып жазыңдар. Вместо картинок необходимо ставить слова и написать предложение. Бұл үлкен окно, терезе. Бұл үлкен терезе. Үшінші тапсырма, айтылым тапсырмасы, устное задание, 3. Сұраққа жауап бер, ответьте на вопрос. Гүлдердің түсі қандай? Какого цвета цветы?